Real Madrid'den көшіп кеткен ғой ше. Emrik var. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Эфирде әдеттегідей Айседей достар. Бүгінгі рубрика ойын достар. Мен футболдың фанаты болғандықтан 10 футболшы жасырып қойды. Мен соларды табуға тырысам. Екен. Өте жылдам ойыншы және Франциядан шыққан. Мбаппе. А что, так можно было, что ли? Достар, біріншісін уже тауып қойғасың. Ең жас супер таланты. Ламин Ямал. Молодец. Yes! Gol соғу бойынша рекордшы. Әр маусымда 30-дан астам гол соғады. Криштиану Роналду. Жоқ. Ол испаниялық па? Жоқ. Франциялық. Жоқ. Ендеше ол Реал Мадридте ойнаған ба? Жоқ. Әр маусымда 30-дан астам гол. Көп гол ойнаған. Неймар. Жоқ. Қазір қай командада ойнайтынын айтайын ба? Жоқ, өзім тауып көрейін. Барселона. Жоқ. ПСЖ. Жоқ. Қандай команда бар тағы? Арсенал. Жоқ. Так. Онда қандай команда болуы мүмкін достар? Қазір Бавария Мюнхен. Бавария? Иә, Бавария. Онда ол шабуылшы ма? Онда ол Харри Кейн. Гарри Кейн. Достар. Так, төртінші сұраққа кеттік достар. Давай. 2025-те алтын допты алған ойыншы. Усман Дембеле. Дұрыс. Yes! Сұраққа келдік. Гол соғудан нағыз бомбардир 19 жасар ойыншы. Ламин Ямал шығар. Жоқ. Ол да жоқ па? Дуэ. Жоқ. Тасасатбаев. Жоқ. 19 жасар ма? 19 жастағы шабуылшы. Ол кім достар? Қазір ол ПСЖ-да ойнай ма? Жоқ. Реалда ма? Иә. Реалда 19 жасар ойыншы. Ол кім болуы мүмкін? 19 жасар ойыншы. 19 жасар ойыншы еще Реалда ойнайды. Шабуылшы ма? Иә. 19 жасар бар ма Реалда? Родриго ма? Жоқ. Так, ендеше шабуылшыдан ол кім? 19 жасар. Шабуылшы ма білмеймін. Реалда ойнаған ба қазір? Қазір Реалда ойнайды 19 жаста. 19 жаста ойнайды? Может, иә, орта мысықта ойнайтын шығар мүмкін. Арда Гүлер. Жоқ. Ол да емес па? 19 жасар ма не ол? Сондай. Кеше күшті гол соққан ба? Жарты неден? Иә. 70 метрден. Жоқ ол. Ол қаншаншы нөмірде ойнайды? Білмеймін. Оны да істейміз. Мен тек тапын қойдым. Реалда ойнайды қазір. Айттым мен? Точно ма? Иә. Эндрик? Иә. Иә. 16 жасар ма?
негізі он 19 жастар ма? достар, негізі Реал Мадридтен көшіп кеттің ғой ше. Ендірек па? Иә. Қашан? Бір-екі ай болды ғой ше. Қай неде командада? Бір Лион ба, сондай командада ойнайды қазір. Негізі 19 жастар ма? Дұрыс айттың, Иә, иә? негізі 19 жасар. Бывший Реал екенде, иә? Кеттік. Давай. Так, орталық ойыншы германдық. Германия. Германия. Виц. Орталық. Мусиала. Иә. Достар, бірден тауып қойдым ғой, Германия деген сон. Германия. Қазір қай неде ойнайды? Командада ойнайды? Олма Бавария. Баварияда ойнайды. Ұнай ма ол ойыншы нормально ма? Жақсы негізі. Бірақ үлкен травма алған алдында. Алған ба? Қазір ойнай ма? Иә, ойнап жүр. Сұраққа кеттік. 2025-26 жылғы маусымда Англияның ең үздік ойыншысы атанған. Англия? Иә. Кішкентай бойлы. Кішкентай? Иә. Ал, енді қиын сұраққа келдік қой. Ол шабуылшы ма? Білмеймін. Шабуылшы емес білмеймін. Гуглдан тауып алдым әйтеуір. Командаларды айтсақ, қай командада ойнайтынын айтып. Соны білесіз ба? Иә, білемін. Қазір ол Реалда ойнайды? Жоқ. Барса? Жоқ. Бавария? Жоқ. ПСЖ? Жоқ. Тағында Арсенал? Жоқ. Қандай ол? Так, Ливерпуль? Жоқ. Қандай? Тағындай командалар бар. Кім Құсановтың командасы? Манчестер Сити ма? Солар ма? Иә. Англияға? Иә. Фоден? Иә, Фоден. Yes! Келдік. 8-ші сұраққа келдік. Аргентиналық аңыз ойыншы. Аңыз ойыншы 1986 жылы әлем чемпионатын жеңген. Әлем чемпионатын жеңген ба? 86 жылы. Аңыз ойыншы. Аңыз? Ол достар, есіме түссек Марадона. Дұрыс. Достар. Енді Марадона бұрынғы ойыншы, керемет ойыншы еді. Қазір енді ол қартайды. Футбол тастап кетті. Қазір ойнамайды ма? Жоқ, футбол тастап кетті. Бір елуден асып кеткен. Ойын көргенсің бе негізі оны? Иә, керемет ойнайды. Ең ұзын бойлы ойыншы. Ең ұзын бойлы. Норвегиялық, иә. Норвегиялық. Ең ұзын ойыншы. Шабуылшы ол Холланд қой. Холланд. Иә, Бойы достар. қанша? Бойы 1.98. 1.98. Куртуа бар ғой одан. 2-2. Ұзын ба? Ең ұзын Куртуа ма? Не ма? Вратарь иә? Куртуа. Негіз батар. Холландтың ең күшті голын айтып берші саған. Өткен. Ана неше ол? Біреу. Кім еді? Кансело ма, Жо Кансело ма, сол ана допты әуелетіп көтергенде допты сол аяғымен допты былай көтеріп салған ғой. Необычный немен ба? Иә, кәдімгідей ұшып барып. Заман ұнады сол гол маған. Сіздерге ұнады ма достар, сол голы коммент жазып кетсіздер. Соңғы 10-шы сұраққа келдік. 10-шы футболшыға келдік. Енді ол енді аңыз енді, прям аңыз енді.
Так, 5 рет алтын допты алған ойыншы. 5? 5 рет алтын допты алған. Онда достар былтыр Криштиану Роналдо бар. Роналдо. Достар, Роналдо. Роналдоның ең ұнаған голын айтшы. Через Стивия. А? Через Стивия. Ол не ең? 2017-те, 2018-де. Ана былай айналып деуші. Айналып деуіп ба? Ювентусқа қарсы достар. Бұл осы матчты білесіздер ма? Коммент жазып кетіңіздер.